Жақында мен бір клиентім пенсияға шықты. Пенсияға шықпас бұрын бұл кісі менен консультация алған болатын. Консультация барысында мен бұл кісінің Қазақстанда берілетін 3 зейнетақы мөлшерін санап бердім. Яғни бұл жасы бойынша пенсиясы, базалық пенсиясы және НПФ-тан берілетін төлемдері. НПФ-тан берілетін төлемдермен базалық зейнетақысы тура шыққан, бірақ жасы бойынша пенсиясы өте аз шыққан. Бірақ бұл кісіде стаж да бар және табысы да жақсы болатын. Сөйтіп біз бұл кісі маған звондап ренішін білдіріп, сен дұрыс санамадың, менің пенсиям аз шықты деп ренжіген болатын. Сөйтіп мен бұл кісіні ГЦБ-ға жібердім. ГЦБ-ға барған кезде уведомлениесін алып келдім. Уведомлениесінде стажбен жаңағы табысы жазылып тұрады. Сол табысы мен стажын қараған кезде бұл кісі стажы есепке алынған, бірақ табысының жартысы есепке алынбай кеткен. Яғни бұл кісі өзінің ИП-сында жұмыс жасағандықтан өзіне ақша құйған, ақшаларды дұрыс құймаған, яғни бухгалтері есептеу дұрыс емес болғандықтан, жаңағы пенсионное отчисление мен социальное отчисление бір-біріне сәйкес келмегендіктен табысы расталмай, зейнетақысы аз шыққан себебі осыдан. Сөйтіп мен бұл кісіге өз қызметімді ұсынып, бұл кісіге перерасчет жасатқызып, пенсиясын қайта санатуға жібердік. Жаңағы суммаларын толықтырдық, пенсионкасы мен социальный отчисление толықтыру арқылы отчеттарын жөндеп, жаңағы өзін мен санаған сумма, яғни 74.160 теңге зейнетақысын тағайындаған болатынмын. Егер де сіздерде тура осылай ИП-дан пенсияға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде шықпас бұрын сауатты бухгалтерге барып тексертіп, алдын ала дайындалғандарыңызға кеңес беремін. Бұл кісі арада 3 ай аз пенсия алып жүрді, қаншама нервісі кетті. Сол себепті қазірден бастап алдын ала дайындалыңыздар. Осындай ақпараттар қажет болса, мен каналыма тіркеліп қойсаңыздар болады.